Егер сіз бір жерде жұмыс істесеңіз, ол основной работаңыз болса, және онда штатта тұрсаңыз, жұмыс беруші сіздің зарплатаңыздың есебінен медстраховканы, пенсионканы және табыс салығын ұстап қалады. Осы жерде табыс салығын есептеу үшін обычно пенсионканы шегеріп тастайды, медстраховканы шегеріп тастайды және 14 МРП-ны шегереді, если сіз заявление жазған болсаңыз, автоматты түрде. Одан басқа, егер де сіз мүгедектігі бар адам болсаңыз, немесе балаңызда мүгедектік болса, сіз тағы да 882 МРП-ға шегерім жасауыңызға болады. Ол дегеніміз не? Сіздің табыс салығыңыз осы шегерім жасағанда азаяды, немесе совсем 0 болып қалуы мүмкін. 882 МРП ол бір жылдың көлемдегі шегерім, яғни 22 жылы ол 2.700.000 теңге, там с копейками. Осы көлемге дейін сіз шегерім жасай аласыз. Салық кодексінің 346 статьясына сәйкес. Тағы да бір айта кететін жайт, шегерімді тек қана бір ата-ана ғана жасай алады.